Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы. Кәсіби бағытталған қазақ тілі. Пәні: пайдалы қазбаларды байыту, білім беру бағдарламасына арналған практикалық сабақ. Тақырып: тау-кен өнеркәсібінің өркендеу тарихы. Сын есімнің шырайлары. Сабақтың тақырыбы: кәсіби мәтін. Тау-кен өнеркәсібінің өркендеу тарихы. Грамматикалық тақырып: сын есімнің шырайлары. Сабақтың мақсаты: жаңа тақырыпты түсіндіре отырып, студенттердің сөздік қорын молайту және білімдерін жетілдіру. Студенттердің оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттерін іске асырып қолдану. Мамандыққа қатысты білімдерін одан әрі дамыту, кәсіби тілде ойлау, коммуникациялық қабілеттерін арттыру. Отанына деген сүйіспеншілігін, елін, жерін қорғауға және табиғатты аялауға тәрбиелей отырып, адамгершілік қасиетін арттыру. Кіріспе. Тау-кен ісі адамзат қоғамы пайда болуымен байланысты тым көне заманнан басталды. Тау-кен ісінің алғашқы өндірген шикізаты кремний болды. Темір кенін қазу және өңдеу туралы алғашқы жазба мәліметтер 3000 жылдықтың орта шенін меңзейді. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-5 мыңжылдықтарда мыс, алтын, қалайы, кішәлі, қорғасын өндіріле бастаған. 9-8 ғасырларда темір кендері антиквар кезеңде және орта ғасырларда мұнай мен көмір, ал 20 ғасырда радиоактивті кендер мен газ ерекше маңызға ие бола бастады. Антиквар кезеңдегі елдерде ежелгі Грекия, ежелгі Рим мен жерорта теңіз елдерінде 100 метрден астам тереңдіктен кенді көтеріп шығаратын күрделі механикалық тетіктер, су төгетін механизмдер пайда болды. Су ағысын пайдаланып алтын өндіру жұмысы Колхида, Испания 900 метрге дейінгі тереңдіктен диаметрі 12-15 сантиметр ұңғыма көмегімен тұз өндіру тәсілі жұмыстарының пайдалы қазылымдарды жер бетіне көтеру, су төгу, желдету, ұңғыманы бұрғылау сияқты қол еңбегін көп қажет ететін жұмыстарды механикаландыруға оң ықпал жасады. Тау-кен ісінің сапа жағынан дамуының жаңа кезеңі 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында болды. Суретте Мәкен Төрегелдин атындағы Жезді кентіндегі тау-кен және балқыту ісі тарихы мұражайы. Суреттерде бірінші мұражайдың ауласы, екінші суретте мыс балқыту технологиясы, үшінші суретте Назарбаев балғаның басын құюда.
Жезді кентіндегі тау-кен және балқыту ісі тарихы мұражайы КССР Министрлер Кеңесінің 1988 жылғы 21 желтоқсандағы нөмірі 285-р жарлығы бойынша ұйымдастырылды. Мұражай қоры 1986-88 жылдары жергілікті өлкетанушы Төрегелдиннің бастамасымен Жезқазған тарихи-археологиялық мұражайларының ғылыми зерттеу бөлімі болып ашылған кезеңінен жинақтала бастаған. Экспозиция концепциясы жалпы тарихи дәуірлер шеңберінде халқымыздың ата кәсіптерінің бірі саналатын металл қорыту ісінің пайда болып, бүгінгі замандарға дейінгі даму сабақтастығын көрсетуге негізделген. Мұражайдың 17 мыңнан астам экспонат қоры осы тақырыпқа сәйкес жүйеленіп, 7 негізгі экспозициялық залдар мен ашық аспан астындағы алаңдарда көрмеленеді. Мұражай экспозициясының басты құндылығы ашық аспан астындағы көрме алаңдары. Негізгі жәдігерлер 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында өлкедегі тау-кен, мыс, қорғасын, көмір өндірісінде қолданылған шетелдік техникалар, өлкеге келген алғашқы отарба, жүк вагондары мен алғашқы ауыл шаруашылығы техникалары, Байқоңыр айлағынан ұшырылған ғарыш кемесінің бөлшегі. Сол сияқты үлкен көлемді құрамы сапалы тау жыныстарының табиғи үлгілері. Мұражайдың ашық аспан астындағы көрмелері арқылы түйе арбадан космос кемесіне дейінгі ежелгі тас ошақ, көрік пештен қазіргі мыс қорыту зауытына дейінгі мыңжылдықтар тарихымен танысып шығуға мүмкіндік бар. 14-ші мәтіннің тақырыбы тау-кен өнеркәсібінің өркендеу тарихы. Біздің еліміздің халық шаруашылығының дамуында кен кәсіпорындарының және олармен байланысты пайдалы кен орындарын іздеу мен барлау кезіндегі жұмыстарының маңызы өте зор. Сирек кездесетін және түрлі түсті металл рудаларын минералдық отынды және химия өнеркәсібінде шикізатты, құрылыс материалдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да пайдалы қазындыларды өндіру өнеркәсібінің техникалық дамуын қамтамасыз етеді. Еліміздің экономикасы мен қорғаныс қабілетін нығайтады, халықтың тұрмысын көтереді. Халық шаруашылығын шикізаттармен қамтамасыз ету үшін жаңа кен орындарын ашу қажет. Сондықтан жер туындыларын барлаушылардың негізгі міндеттері жаңа кен орындарын ашу, пайдалы қазындының мөлшері мен сапасын анықтау және оның геологиялық және гидрогеологиялық жатыс жағдайларын зерттеу. Пайдалы қазындылардың жер қойнауындағы жатыс жағдайлары, олардың сапасы мен қоры және кенді өндірудің экономикалық тиімділігін бұрғылау скважиналары және қазбалары арқылы анықталады. Құрамындағы пайдалы компоненттері тұрақты емес және руда заттарының қалыңдығы біркелкі емес кеннің қорын бұрғылау арқылы анықтауға болмайды.
Сондықтан бұндай жағдайда кен жөнінде толық мәліметтер алуға болатын және кеннің қорын анықтайтын негізгі тәсіл болып қазбаларды жүргізу есептеледі. Жер қыртысында жүргізілген тау қазбаларын кеннің геологиялық жағдайын жан-жақты зерттеуге, оның жартысын және элементтерін бақылауға, сапасын және қорын анықтауға мүмкіндік туғызады. Бұрғылау скважиналары негізінен сұйық және газ тәрізді пайдалы қазындыларды барлау және өндіру үшін қолданылады. Сондай-ақ оларды түрлі түсті металл қазындыларын барлаған кезде қолданады. Полиметалл қазындылары және сирек кездесетін асыл рудалар әдетте біріктірілген тәсілмен, яғни бұрғылау скважиналарымен қатар қазбалары да жүргізілу арқылы барланады. Жұмыстары негізінен уақытша болғандықтан, кен өнеркәсіптеріне қарағанда көлемінің аздығына байланысты өнеркәсіпті орталықтардан қашық орналасқандықтан және көбінесе қатынасу қиын аудандарда болғандықтан қазбаларын жүргізуде озат технологиялар мен механикаландыру әдістерін енгізу әлі де өз үлесін таппай келеді. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. Бірінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Қандай қазындылар мен металл рудалары өнеркәсіптің техникалық дамуына және еліміздің экономикасы мен қорғаныс қабілетін нығайтады? Екінші сұрақ. Халық шаруашылығын шикізаттармен қамтамасыз ету үшін не қажет? Үшінші сұрақ. Пайдалы қазындылардың жер қойнауында жатыс жағдайлары және сапасы мен қоры нелер арқылы анықталады? Төртінші сұрақ. Қандай кендерді бұрғылау арқылы анықтауға болмайды? Бесінші сұрақ. Бұрғылау скважиналары негізінен нені барлау үшін қолданылады? Алтыншы сұрақ. Полиметалл қазындылары және сирек кездесетін асыл рудалар қандай тәсілмен барланады? Екінші тапсырма. Мәтін бойынша сөздерді теріп жазып, сөздік құрастырыңыз. Шаруашылық, барлау, отын, қорғаныс, тұрмыс, жер туындылары, жатыс жағдайлары, сирек, асыл рудалар, озат технология, қатынасу, үлес. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып, аударып, түсінгендеріңіз туралы әңгімелеңіз.